Кетті, давай. Башталды. Ассаламу алейкум, момын мұсылман бір туғандар. Мына біздің айыл. Бұл біздің азыркы уақытта жашап жатқан айылыбыз. Бұл болса біздің момын мұсылмандардың түбәлік үйі. Асамияк. Бисмиллахиррахманиррахим. Бұл болса байлардың дағым, кедейлердің дағым түбелік мұсылмандардың үйі. Евро ремонт. Тартылтауы? Тартылтауы қараңғы уақыттары. Қараңғы уақыттарына жарық қылыш керелді. Бұл болса... Мына сен тартты мен жарық алып келейін. Жарық берші жарық. Жарық. Topraklar. Жарық көрініп атауы? Слабый. Слабый olsa da görünse oldu da. Қараңғы да бұл жақ. Бұл жақ қараңғы оларды свет болмайды. Қазір момын мұсылман бір адамды нарқы дүйнеге ұзатамыз. Мына жақта. Мында түптерін тарт. Бұл болса мұсылмандардың түбелік кілемі. Келем сен жат тартайын. Жатқанда қандай болуш керек? Жатқанда қандай болуш керек? Жатқанда тула тарапқа бұт сұнылбайды. Тула тарапқа бұт сұнылбайды. Ава. Мына ит сияқтар жинап қойбайлы бе? Баш тийбейді. Ова. Үстінде баш тийбеш керек. Баш тийбеш керек. Ұзыннан жатылады. Сонда бас жағынан дағы жүзігі қылға жақты қаралады. Аяқ жағынан дағы долға тибегенде аралық қалыш керек. Болса жүзің қылға жақты қаралады. Бұл қойылғаннан кейін. Сол менен бұл дүнияны сыпыртып. Ова. Мына кірпіштерді қойғанды көр. Бисмиллахиррахманиррахим. Так, ошондо. Бұл қам чеке қыштар. Тауыт қойылғаннан кейін. Арқанша қойылып, ана кірпіштің барлығы жауылады, арқасынан топырақ түседі. Болды. Шонменен мынандай үрже пайда болады. Бейт. Мына топырақтар үстіне ырғытылады. Сонымен бұл жалған дүниедегі мұсылмандардың жашосы бүтөт. Чыныгы жашоо Мұны тартқанымыздың себебі Мұны тартқанымыздың себебі мұсылман дос балдары сабақ алсын. Қырғыз тілінде сөйлеу, орыс тілінде сөйлеу. Ақыры қайсы жерге келіп, жашоо қайсы жерден бүткенін білбегендер, мына ушул жерден бүтөт. Нарқы дүйнеде жашоо башталады. Түбөлүк жашоо башталады. Кээ бирөөлөргө сөзүбүз катуу тийген болсо, кечирип коюңуздар. Кетип турат.